Түркістан қаласының полиция басқармасының басшысы Бауыржан Дәулетханұлының 2023 жылы Түркістан қаласында халықты қауіпсіздікпен қамтамасыз ету, қауіпсіз қала бағытында атқарылған жұмыстарын баяндайтын болады. Регламентті келісіп алсақ, өздеріңізбен баяндамасын баяндап болған соң сұрақ жауапқа көшеміз. Ұсыныс пікірлерге бір ауыздан келісеміз ғой регламентті. Келіскен болсақ, онда рұқсат берсеңіздер, Бауыржан Дәулетханұлына баяндамасын сұраңыздар. Кешіріңіз сұраймын, баяндаманың алдында бейнероликке назар аударсаңыздар. Түркістан қаласы полиция басқармасымен жүктелген міндеттерге сай келесі шаралар атқарылды. Басқарма бастығы Бауыржан Жанаев 2022 жылдың қорытындысы бойынша қала тұрғындарының алдында есеп берді. Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындауда қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудегі сервистік моделін іске асыру мақсатында форум өткізіліп, шаһарда қауіпсіз қоғам құруға үндеу жасалды. Қазақстан Республикасы парламент мәжіліс және мәслихат депутаттарының сайлауы кезінде жеке құрам күшейтілген күн тәртібінде қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етіп, тәуліктік қызмет атқарды. Саудан ауданындағы су тасқыны кезінде зардап шеккендерге көмек көрсету және қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге басқарманың жеке құрамы жұмылдырылды. Бұрын сотты болған тұлғалардың қайта қылмыс жасауының алдын алу, оларға құқықтық және әлеуметтік қолдау көрсету мақсатында жауапты органдармен бірлесіп кездесу өткізілді. Жасөспірімдердің профилактикасы бойынша білім беру ұйымдарының басшыларымен кездесу өткізіліп, бірлесе атқарылатын жұмыстар пысықталды. Қазақстан Республикасы президентінің қатысуымен өткен ұлттық құрылтай кезінде жеке құрам толығымен қоғамдық қауіпсіздік қамтамасыз етуге жұмылдырылды. Қазақстан Республикасы ішкі істер министрі Марат Ахметжановтың Түркістан халқымен кездесуі өтіп, оң бағасы берілді. Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігі алқа отырысында Бауыржан Жанаев Түркістан қаласында қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудегі және сервистік модельді жүзеге асыру барысы туралы баяндама жасады. Министрмен атқаратын жұмыстар туралы нақты тапсырмалар берілді. Жеке құрамның атқарған жұмыстарын саралау және жұмыс сапасын арттыру мақсатында апта сайынғы ақпараттық кеңестері өткізіліп, алдағы атқарылатын жұмыстар қайта жоспарланып отырды. Ішкі істер министрлігінің және академия өкілдерімен Түркістан қаласында сервистік модельді жүзеге асырудағы жұмыстарға зерделеу жүргізіліп, анықталған оң тәжірибелі құралдарды Қазақстан Республикасы көлемінде қолдануға ішкі істер министрлігімен нұсқау берілді. Тұрғындармен серіктестікте қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 2024-2028 жылдарға арналған тұжырымдамасының бастамасы бойынша өткен жиында атқарылатын жұмыстар жоспары баяндалды. Құқық бұзушылықтың профилактикасы бойынша қалалық мәслихат депутаттарына атқарылған жұмыс туралы есеп берілді. Жастар мен жасөспірімдер арасындағы тәрбиелік жұмыстарды жетілдіру мақсатында қала әкімі және қала прокурорымен бірлескен тәрбиелі жастар қауіпсіз қоғам жастар форумы өткізіліп, жастар тәрбиесінде бірлесе жұмыс атқаруға ұсыныс жасалды. Қала әкімінің қолдауымен заман талабына сай сервистік учаскелік полиция пункті салынып, Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің қатысуымен ашылды. Ашылу шарасы кезінде Қазақстан Республикасы ішкі істер министрі Сәденовке атқарылып жатқан жұмыстардың есебі баяндалды. Киелі мекенде өткізілген тәуелсіз мемлекеттер достастығына қатысушы мемлекеттердің ішкі істер министрлері кеңесінің саммиті кезінде қоғамдық тәртіп қамтамасыз етілді. Бірлесе жұмыстар атқару мақсатында басқарма бастығының төрағалық етуімен қоғам белсенділерімен кездесу өткізіліп, қоғамда туындайтын мәселелер және оларды шешу жолдары талқыланды. Жеке құрамға тәрбиелік ықпал ету және патриоттық рухты тәрбиелеу мақсатында қызметкерлермен Міржақып Оян қазақ фильмінің көрсетілімі өткізілді. Нарколог және психолог дәрігерлермен кездесу өткізіліп, есірткі мен алкогольді шектен тыс қолданатын тұлғалармен атқарылатын жұмыстар пысықталды. Қала прокурорымен бірге ойын
кездесіп, қауіпсіздік шараларын қабылдау ескертілді. Қаладағы темір қабылдау орындары мен ломбард иелерінен ұрланған заттарды қабылдау заңдылығы бойынша түсіндірме жүргізілді. Құқық бұзушылықтарға ықпал ететін себептердің алдын алу және ескерту жұмыстарын кеңінен жүргізу мақсатында ақсақалдар алқасымен кездесу өтіп, атқарылатын жұмыстар талқыланды. Басқарманың 90 қорытындысымен Түркістан облысы полиция департаменті басшылығының қатысуымен жедел кеңестер өткізіліп, нақты тапсырмалар беріліп отырды. Оқу жылының басында студенттер арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында қаладағы колледж, университет басшыларымен кездесу ұйымдастырылып, проблемалық және профилактикалық жұмыстар талқыланды. Оқушылар мен студенттердің құқықтық сауаттылығын арттыру және алдын алу мақсатында барлық мектеп, колледж, университеттерде құқықтық тақырыпта кездесулер өткізілді. Қараша айынан бастап, қаламызда 6506 әскери бөлімі ашылып, ұлттық ұландар мен аптаның сәрсенбі, сенбі күндері жаяу патрульдеу бағыттары қойылды. Хабар-ошарсыз жоғалған жасөспірімдерді іздеу шараларында еріктілер мен волонтерлар қатыстырылды. Мереке және демалыс күндері қоғамдық тәртіпті сақтау, жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуде бір нүктелік жедел профилактикалық іс-шаралар ұйымдастырылып отырды. Қылмыстардың алдын алу және оларды ашу мақсатында бір қатар жедел шаралар қабылданып, нәтижесінде жалпы қылмыстар 29,4%-ға төмендеді. Түркістан қалалық полиция басқармасының жалпы штат саны 503 мың. Оның ішінде 30 қызметкер жедел басқару орталығында отырады. Және де бос лауазым 24, сатта 390 қызметкер. Және еңбекке жарамсыз пара қашқандар, еңбекте демалыстарды келесі. 12 айда жалпы тіркелген шақыртулардың хабарламалардың мына жерде слайды. Яғни бізде 102 сіңтетігінде 2023 жылы, яғни бір айда 21.993 хабарлама келіп түскен. Оның ішінде қылмыстық іс қозғалғаны Қылмыстық іс қозғалғаны 1162, әкімшілік құқық бұзушылық шара көрілгендері 9396, қылмыс белгілері болмауына байланысты қараусыз қалдырылғаны 9296, аумақтығы бойынша жолданғандар басқа территорияда болды деп 534, қылмыстық істерге біріктірілгені 1678, жеке тәртіпте сот қарауына жолданғандары 159, 81-ші баптың талаптарына сай жолданғандары 302, 181-ші баптың. Келесі. Шақыртулардың түрлері. Ең көп шақырту полиция көмегіне жүгінгендер 3561. Дәрігерлік көмек алғандар туралы 2338. Жанжал болып жатыр деп хабарлама түскендер оның ішінде 1833. Отбасылық жанжал 1089. Жол ережесін бұзғандар туралы 1074, жол көлік оқиғалары туралы 666, түнгі тыныштықты бұзу фактілері 656, қайтыс болғандар белгісіз өлімдер 582, көшедегі мас азаматтар туралы 484, абайсызда мүлкін жоғалтқан туралы 376, қоғамдық орында қоқыс тастағандар 296, хабар-ошарсыз жоғалғандар 148, автокөліктің мемлекеттік белгісін жоғалтқан туралы хабарламалар 109, жалған шақыртулар 95, ит қапқандар 89. Енді жалпылама ішінде іріктеп алғандағы осы хабарламалар ең көп бізге түскендер. Яғни бізде мынау жалпы хабарламаның 21.993 болса, соның ішінде 9296 қылмыстың құрамы жоқ деп бізде 24 сағаттың ішінде шешім қабылдаймыз. Мынау оң жағында көрсеңіздер, соның 9296 қылмыс құрамы жоқ деп шешім қабылдағанымен әр 24 сағаттың ішінде осынша мынау артында көрсетілгендей құжаттар жиналады. Оның барлығы бізде уақыт, оның барлығы бізде жұмыс, тексеріп қылмыстың құрамы бар жоғын анықтаймыз 24 сағаттың ішінде. 9296 осындай фактіні біз жаңағы көрсетілгендей құжаттар жинап, есептен жаңағыдай специалист болған. Келесі. Басқарманың
кеңсесі арқылы түскен құжаттар, яғни ең өтініш арқылы жаңа хабарламалардан бөлек 2079, кеңсеге түскен кіріс құжаттары 12336, шығыс құжаттары 15365. Басқармаға 24920 тұлға Д жүйесіне тіркеліп, кіргізілген, шақыртылған. Кіріп шыққан азаматтардың 24920 тұлға кіріп шыққан. Келесі. Шақыртуларды секторларға бөліп талдау жасады. Өздеріңіз көріп отырғандай, ең көп Европротокол деп теріп, оны жүктеп алсаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы, пайдалы. Европротокол, түсіндіріп айтайын, ешкім зардап шекпеген жол апатын рәсімдеу, яғни ешқандай адамдар дене жарақатын алмайды, бірақ екі автокөліктің соғысу фактісі орын алған жағдайда. Оқиға кезінде екі жүргізуші кінәліні өзара анықтап, біреу мойындайды, жаңағыдай шақырмай қойып, полиция қызметкері өз арамызда келісіп кетеді дейтін жағдайларда анықтап, мәселені полиция шақырған шеше алады. Шығын көлемі 100 МТ-дан, яғни 369.200 теңгеден аспауы тиіс. Өздері страховкілерінен осыны Европротокол жүктемені жүктеп, өздерінің аты жөндерін толтырып, өздері рәсімдеп келісімге келе алады. Европротокол мобильдік қосымшаны кез келген смартфонға жүктеп, тіркеліп жасауға болады. Мына шарттар сақталуы тиіс. Жол апатына екі көлік қана қатысуы, ешкім зардап шекпесе, екі жүргізуші де оқиғаның мән-жайына келіссе, екі жүргізушінің де жарақат сақтандыру полисі болса, автомобиль ғана зақымдалса, көліктің көзге көрінетін зақымы бар қатысушылардың бірінің кінәсін мойындап, екі жүргізуші тарапынан дау тудырмаса. Болды ма? Мынау 2023 жылы атқарылған жұмысты қысқаша баяндап, Полиция лейтенанты Райкет Арман Бахтияров. Қамтамасыз ету, қосқан үлесі үшін және халықтың тыныштығын сақтап, елімізде болған әрбір жағдайға байланысты алдағы қатарға жүрген осы жердегі қайратты еңбекқор мінезден ерекшесіз. Еліміздің өркендеу жолында атқарған игі қызметіңізге табыс, отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, мол бақыт және бейбіт ғұмыр тілейміз. Барманбек Қалмахан Жұмағалиевич. Абдулалиев Тарек. Закир Анарбаева. Мушбаев Нурбек Балабаевич. Нурбол Балабаевич. Арсенбетов Сакен Абжаппарович. Полиция басқармасының бастығы полиция полковнигі Жанай, құрметті әріптестер, марапаттар құтты болсын.